Қазақ елі, Түркиядан сәлем. Байқадыңыздар ма? Ресей Федерациясы Украинаға шабуыл жасады. Қаншама бейбіт тұрғындар өліп жатыр, кішкентай сәбилер. Дамыған мемлекеттердің басшылары Украин халқына көңіл айтып, осындай бір гуманитарлық көмек, тікелей Зеленскийге телефонмен хабарласып, осы Америкада Нью-Йорк қаласында кездесіп, Біріккен Ұлттар Ұйымында қолдау көрсетіп, бұл дамыған елдердің және халық сайланған елдердің басшылары жасап жатыр да бұны. Ал мынау енді меңгерген елдер дейді. Енді орыстар бізге қойған атау Орталық Азияның басшылары Зеленскийға, Украин халқына көңіл айтып, мысалы Мариуполь болсын, Буча болсын, енді шынымен бейбіт тұрғындар өлді ғой, иә? Үлкен кісілер, қариялар, кішкентай сәбилер көп өлді, бала бақша, мектептерде. Бірақ біз қазақ мемлекеті және мынау Тәжікстан, Қырғызстан мемлекеттері Ресейге тәуелдімізді. Путиннан соншалықты қорқат. Көңіл айтуға да қорқатты. Мынау Ресей ертең бірдемесе жасайды деп. Енді бұл осы ОДКБ, Таможенный союз деген, ол сол бұрынғы СССР-дің моделі қалған. Енді қазіргі Қазақстан Республикасының депутаттары Ресей туралы айтуға тыйым салынған. Жоқ, ол ішкі нәрсені шұқылау керекті, хиджабты, тағы не, намазхандарға тиісу керек, шалбары қысқа, бәлағы қысқа, сондай қайдағы жоқ. Мынау әлеуметтік адамдар қалай өмір сүріп жатыр, тамағы бар ма, көп бала аналарға пайызсыз үй беру ме? Жоқ, ондай мәселені көтермейді. Және мынау Ресей Федерациямен біздің шекарамыз әлі шегеленбеген. Демаркация, границы Ресей Федерациямен біткен жоқ. Тек Қытаймен ғана бітті. Қырғыз бауырлармен осы жақында қол қойдық. Бірақ Ресеймен қол қойылған жоқ. Демаркация, границы әлі біткен жоқ. Осын есте сақтаңыздар. Сондықтан депутаттар мынау қазір біз өзіміздің қоғамды біріктірудің орнына бөліп жатыр да. Сендер айтыңдарса, мынау атом электростанцияны неге соғысып жатқан мемлекетке неге біз беру керекпіз? Ресей соғысып жатыр ғой. Москваны бомбаламыз жатыр. Неге біз қазір дәл сондай кезде сондай мемлекетке неге мынау Жапонияға бермейміз? Жоқ, оны Ринат Зайытов айтпайды. Ондай мәселені Абзал Құспан, Мақсат Толықбай парламентте көтермейді. Сондықтан мынандай арзан сақ түйекке алданбайық. Достар, бізде үлкен проблемалар көп. Біздің ата жауымыз Ресей. Осын естен шығармаңыздар, қазақтар. Рахмет.